Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Алматы қаласының тамақ өнеркәсібі, туризм және инновация салаларына 4 миллиард теңге бөлінеді. Мұндай келісімге шаһар билігі мен даму қорының өкілдері бас қосқан іскерлік кеңесте қол қойылды. Алдымен Алматы туризм бағдарламасына 2 миллиард теңге бағытталады. Әр кәсіпкер 8,5% мөлшерлемемен 100 миллион теңгеге жуық қаржылады. Сол секілді Алматы инновация бағдарламасына 1 миллиард теңге қаралады. Бұл қаржының тең жартысын қала әкімдігі бөлсе, қалғанын даму қоры қарастырады. Сондай-ақ Алматы өнім бағдарламасы аясында азық-түлік өндірушілерін де қаржыландыру үшін 1 миллиард теңге бағытталады. Сөйтіп алматылық кәсіпкерлерге инвестициялық мүмкіндік жасалады. Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстары ынтымақтастық жөніндегі құжатқа қол қойды. Қос тарап өнеркәсіп, шағын және орта бизнес, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, ғылым, білім, мәдениет сынды салаларда өзара әріптестік орнатты. 2014 жылы Павлодар облысы өзге өңірлер үшін 233,2 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Былтыр бұл сома 465,1 миллиард теңгеге жетті. Әсіресе Шығыс Қазақстан облысына сатылған тауарлар құны 5 есе ұлғайып 50,1 миллиард теңгені құрады. Жалпы Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстары арасындағы ынтымақтастықты арттыруға ірі кәсіпорындар айрықша атсалысып келеді. Еліміздегі Қашаған кенішінің қайта іске қосылуы несие нарығына оң әсер етеді. Сарапшылардың сөзіне сүйенсек, мұнай саудасы отандық қара алтын өндіруші компанияларға қыруар қаржы әкеледі. Сәйкесінше жобаға құйылған капитал қайтарыла бастайды. Кен орнындағы мұнай өндірісінің қайта басталуы жоба жетекшілеріне қосымша дивидендтер әкеледі. Олардың несие төлеу мүмкіндігі де ұлғаяды. Бұл жұмыс 2019 жылға дейін жүзеге асады. Ол үшін мұнайдың қазіргі бағасы тұрақталуы тиіс. Қара алтын тасымалдаушы қазақстандық компанияларда тиімді жұмыс істей алады. Қазір бірқатар кәсіпорынның қаржы нарығындағы құнды қағаздары қымбаттады. Енді мамандар Қашаған кенішінің коммерциялық саудасын талқылап, межелі жоспарларын бекітуі тиіс дегенге саяды халықаралық сарапшылар пікірі. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.